Японский чизкейк дайындаймыз. Ыдысымызға творожный сыр, сары май, сүтті құйып, жақсылап ерітеміз. Шамалы суытып, жұмыртқаның сарысын біртіндеп қосамыз. Кейін оған ванилин және де лимонды соқ құямыз. Кукурузды крахмал және де електен өткізілген ұнды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Жұмыртқаның ағына қантты біртіндеп қоса отырып миксерлейміз. Кейін екі массаны күрекшенің көмегімен араластырамыз. Формамды фольгамен жауып, ішіне пергамент салдым. Ішіне чизкейк массасын құямыз. Формамды үлкен формаға қойдым, ішіне ыстық су құйдым. Енді 150 градуста 1 сағат 20 минут пісіремін. Біздің чизкейк пісті. Астарыңыз дәмді болсын.